Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде Субстанция фильмі. Фильм жұмыртқа сарысына әлде бір субстанцияны егумен басталды. Осыдан соң жұмыртқа сарысынан тағы біреуі пайда болады. Келесі сценада құрылысшылар Голливуд аллеясына актриса Элизабет Спарклдың жұлдызын орнатады. Ашылу салтанатына фанаттар жиналып, ескерткішті суретке түсіре бастады. Уақыт өте жұлдызша шытынап, жаяу жүргіншілерге қызық болмай қалады. Ескерткіш орнатылған актрисаға келсек, бүгінгі күнде қартайған Элизабет адамдарды салауатты өмір салтына шақыру мақсатында телебағдарламада өз фитнес шоуын жүргізеді. Түсірілім аяқталған соң ол әжетханаға келді. Әйелдер әжетханасы уақытша жұмыс істемей қалғандықтан ол ерлердікіне кіреді. Кабинаның ішінде әйел шоу продюсері Харвидің әңгімесін естіп қалды. Харви телефон арқылы біреумен сөйлесіп жатып, қартайған Элизабетті экраннан қуып, бір жас қызды әкелгісі келетінін айтады. Көп ұзамай Харви Элизабетті түскі асқа шақырып, жұмыстан шығаратын туралы жеткізді. Элизабет жолда келе жатып, өзі түскен жарнама плакатын алып тастап жатқанын көреді. Және бұған есі кетіп қарап тұрғанда жол апатына түседі. Қуанышына орай әйел зақым шекпеді. Соған қарамастан ауруханада дәрменсіздіктен жылап алады. Қолында біртүрлі қалы бар жас ординатор әйелді соңғы рет қарап босатты. Тексеру барысында әйелдің қалтасына қағаз бен флешка салып жібереді. Ауруханадан шыққан Элизабет бұрынғы сыныптасы Фредті жолықтырады. Фред телефон номерін анализ қағазына жазып, бір күні кездесуге шақырады. Элизабет үйге келіп, қалтасынан флешканы тапты. Флешканы компьютеріне қосып, ішіндегі видеоны қарайды. Видеода ДНК молекуласы арқылы адамның клон негізін жасай алатын әлде бір субстанция инъекциясын көрсетуде. Адам өзінен пайда болған клонның денесінде өмір сүре алады. Бір апта клонның, бір апта өз денесінде. Осылай ауысып жүре беруге болады екен. Клон адамның арқа омыртқасынан шығып, жас версиясы болып жаралады. Элизабет бұған сенбей, шын қабылдаған жоқ. Сондықтан флешканы қоқысқа лақтырып тастайды. Кешке ішімдікке мас болған Элизабет бағанағы видеоны еске түсіреді. Ол көрсетілген номерге хабарласып, қызығы үшін тапсырыс беріп көрді. Таңертең әйелге почта арқылы тапсырысының номері келеді. Сосын айтылған мекен-жайға келді. Белгілі болғандай заңсыз тауар ескі геттодағы гаражда екен. Есікті ашып, жұлдыз ішке кірді. Сосын номер арқылы жәшікті ашып, тапсырысын қолына алады. Үйге келе салып, әйел бірден қорапшаны ашты. Қораптың ішінде субстанцияны іске қосатын девайстар жатыр. Бұдан бөлек жас нұсқасы мен шын денесіне арналған тамақтар бар. Инструкцияда әр апта сайын міндетті түрде денемен ауысып тұру керектігі жазылған, және екеуінің де бір екені ескертіледі. Материалды зерттеп болып, Элизабет ваннаға келді. Бір реттік уколдан соң бас айнала бастады. Ол кафельге құлады. Есірткі қабылдап алған құсап қатып жатыр. Сол кезде көзінің қарашығы екіге бөлініп, омыртқасы арқылы екінші дене пайда болады. Жаңа денеде оянған Элизабет айнадан жас кезіндегі түрін көрді. Ол өз көзіне өзі сенбейді. Құсып болып, жаңа дене ескі дененің арқасындағы жараны тікті. Сосын өшірулі дене қоректену үшін әлгі қоймалы жыңзатты көк тамырға жалғайды. Келесі күні душтан соң жас дененің мұрнынан қан ағады. Бұл Элизабетке инструкцияда жазылған сөздерді еске түсірді. Сөйтсе ескі дененің ми жолын сұйықтығын тартып, күн сайын дозасын жаңа денеге салып отыру керек екен. Шпагатта отырып, дене жаттықтыруын жасап жатқан Элизабет өзінің бұрынғы фитнес шоуына кастинг жарияланып жатқанын көрді. Ол бутиктан купальник сатып алып кастингке келеді. Өзін Сью деп таныстырған қызды продюсер Харви бірден қабылдады. Қыз Харвиге жұмысты бір апта жасап, бір апта демалатынын жеткізді. Ойдан науқас анасын құрастырып, оған қарайтын адам керек деп, бір апта демалысына себеп табады. Бұны естіген продюсер тәнті болды. Себебі алтын жүректі көрікті қыз көрермендерге міндетті түрде ұнайды. Ал егерде видео ұнап жатқан болса, дәл қазір паузаға қойып, лайк басып тіркелуіңізді сұраймын. Сіздер үшін бірнеше секунд, ал мен үшін бұл өте маңызды. Аптаның екінші күні Сью фотосессия жасайды. Оның суреттері көше билбордтарын әп-сәтте жаулап алды. Қалған 5 күнді Сью дайындықпен жаңа киімдер алумен өткізді. 7 күн өткен соң Сью катетермен ине арқылы қанымен Элизабетке ауысады. Оригинал дене таңғас дайындап, клон денесіне қоректік ерітіндіні жалғайды. Харви Элизабетті студияға шақырып, ескі заттарын беріп, қоштасу сыйлығын табыстайды. Элизабет Сьюмен ауысатын күнтізбе құрды, сосын жаңа қорапшаға тапсырыс береді. Тапсырысын алған соң жасаратын күнді асыға күтеді. Әйел Сью болып оянып, ваннаға өзгеріс жасауды шешті. Көрші Оливер құрал сайманның дыбысына ашуланып, тоқтатуға келді. Алайда есікті сұлу қыз ашқанда, не үшін келгенін ұмытып қалады. Сью ваннада құпия бөлме дайындап, ескі денесін жасырды. Еске түсірмес үшін бұрынғы суретін тығып тастайды. Сью шоу түсіріліміне келді. Барлығы ойдағыдай өтті. Продюсер Харви жас дарынды мақтаудан жалықпады. Аптаның соңғы күні Сью көңіл көтеруге кетеді. Өзіне жігіт тауып, жанында ұзақ қалып қояды. Элизабетте доза азайды. Бұл жаңа денеге әсер етеді. Сью үйге асығып, инструкцияға сәйкес ми жолын сұйықтығын тартып, жаңа денесіне егеді. Осылай жаңа денедегі өмірін 8-ші күнге жеткізді. Бір кезде Сьюдің денесі ет болып беріп, шашырай бастайды. Бірақ бұл түс екен. Қорқынышты түстен оянған Элизабет кешегі күннен қалған заттарды тазалау керектігін түсінді.
Кішкенеден соң әйел бір саусағының қарайып кеткенін байқайды. Қартайған саусақ қанша тазаласа да жасармайды. Бұл Сьюдің инструкциядағы қағиданы ұстанбаған үшін болды. Себебі дене 7 күн сайын ауысып тұруы тиіс. Элизабет номерге соғып, саусағы туралы жеткізді, және денеге уақытында оралмаған үшін Сьюге шағым түсіреді. Телефонның арғы жағындағы адам саусақты жасарта алмайтынын айтып, Сью екеуінің бір екенін айтады. Үйде жинап жүріп, Элизабет теледидардан Сьюдің бағдарламасын көреді. Элизабет қазіргі бет-әлпетінен ұялып, оранып алып, кезекті дозасын алуға келді. Элизабет өзін қайтадан жас әрі қалаулы сезіну үшін ескі сыныптасына соғып, кездесуге шақырады. Ол киініп дайындалды. Алайда Сьюдің плакаттағы түрі оны макияжын өзгертуге үгіттейді. Әжімдерін креммен жасырды, бірақ сонда да өз-өзіне көңіл толмайды. Өз түрі үшін қатты ұялған ол үйден шыққысы келмейді. Сондықтан сыныптасының хаттарын жауапсыз қалдырады. Көңіл күйін жоғалтқан Элизабет тоңазытқыштан дәмді тамақтарын шығарып, тойғанша жеп алды. Тойып жеудің салдары Сьюге тиді. Түсірілім кезінде ол арт жағынан бірдеңенің томпайып тұрғанын байқайды. Түсірілімді тоқтатып, Сью киінетін бөлмеге келді. Сосын әлгі нәрсені кіндік арқылы шығарады. Бұл кешегі Элизабет жеген тауық еті. Бұл Сьюдің түсі болып шықты. Ол Элизабеттің көп мөлшерде жегенін көріп, өз фигурасы үшін алаңдайды. Жұмысқа бара жатып, ол Элизабеттің көп мөлшерде жегені үшін ашуланды. Алайда субстанция өндірушілері қайтадан олардың бір екенін жеткізді. Студияда Харви жас жұлдызды шақырып, қуанышты жаңалығымен бөліседі. Сьюдің арқасында бағдарламаның рейтингі өсті. Енді телеканал оны жаңа жылдық шоуда жүргізуші ретінде көргісі келеді. Бұл үшін Сьюге қосымша дайындық керек болды. Сондықтан денеде көп уақыт болып, Элизабеттің уақытында органикалық сұйықтығында мөлшерден тыс қолдана бастайды. Осылай күндер өте берді. Элизабет оянғанда теңгерім ұстанылмағандықтан біршама қыртек беткенін көреді. Ол субстанция номеріне соғып, Сьюдің графикті бұзып жүрген үшін наразылығын білдіреді. Субстанция операторы ұнамаса тоқтатуын ұсынады. Әйел зардап шексе де, жас нұсқасынан айырылғысы келмеді. Бір аяғы қатып қалған Элизабет орнынан әрең тұрып, Харвидің сыйлығын ашты. Ішінен кулинария кітабы шықты. Қартайған Элизабет Сьюдің бағдарламасын қосып, тамақ әзірлей бастады. Бағдарламада Сью өзінің екінші жартысы Элизабетті ескі, қазіргі заманның талабына сай емес деп балағаттайды. Бұған ашуланған Элизабет терезені газетпен қаптап тастайды. Сью бар баннер енді көрінбейді. Элизабеттің жауабы көп күттірмеді. Сью оянып, үйдің қора болып жатқанын көреді. Ашуланған ол денеде ұзақ қалу үшін Элизабеттен сұйықтықты артығымен құйып алады. 3 ай өтті. Сью жаңа жылдық бағдарламаға жүргізуші болмақ. Сью Элизабеттің денесінен алған сұйықтықтың бұзылғанын байқады. Сұйықтық дұрысталу үшін ол Элизабетпен ауысуы тиіс. Алайда қыз бұны қаламайды. Сұйықтықсыз Сью бірден әлсіреді. Соңғы күші қалған Сью жорғалап ескі денеге келді. Сосын денемен ауысады. Элизабет оянды. Теңгерім бұзылғандықтан Элизабеттің ұсқыны 150-дегі адамға ұқсайды. Элизабет субстанция өндірушілеріне соғып тоқтатқысы келетінін жеткізді. Оператор тоқтаудың бір жолы барын айтты. Сьюді өлтіру керек. Элизабет Сьюді өлтіретін инъекцияға тапсырыс береді. Тапсырысын алып, ол шприцті Сьюдің жүрегіне тығады. Соңғы сәтте Элизабет ойыннан кері айнып қалды және санасын ауыстырмақ болады. Қызық жайт орын алды. Екі версияда ояу және бір-біріне таңғалып қарайды. Өлтіретін шприцті көрген Сью Элизабетке шабуылдайды. Төбелес орын алды. Кемпір ваннаға тығылды. Сонда да Сью ұруын тоқтатпайды. Соңында Элизабетті аяусыз теуіп өлтіреді. Сью түсірілімге келді. Көйлегін киіп жатып, қыз өзін біртүрлі сезінеді. Әжетханаға келіп, тістерінің түсіп жатқанын көрді. Аузын жуып болып, ол коридорда продюсерді кездестіреді. Барлығы оның көйлегіне тамсанып, бүгін ерекше сұлу екенін айтып мақтауда. Қыз болса тісін жасырып жымияды. Сью студиядан қашуды шешті және лифтіде тырнақтарымен құлағы түсіп қалады. Сью ғимараттан шығып үйге жүгірді. Сосын бір реттік қолдануға болатын көпіршікті тауып, өзіне құяды. Процесс бірден басталып, оның денесінен жаңа Сью пайда болады. Адам емес, нағыз құбыжық дерсің. Құбыжықтың есімі Элиза Сью. Мутант бәле көйлек киіп, жаңа жылдық бағдарламаға дайындалуда. Құбыжық Элизабеттің суретіне макияж жасап, бетіне жабыстырады. Сосын еш қиындықсыз студияға кіреді. Барлығы Сьюді асыға күтіп отыр. Сценада Элиза Сью пайда болды. Маска түсіп қалғанда барлығы құбыжықты көреді. Адамдар оны өлтіруді шешті. Құбыжықтың Элизабет екенін білмеген адамдар аяусыз ұрды. Құбыжық қан-қан болып шашылып, әрең дегенде студиядан шығады. Элизабеттің беті бар биомасса жорғалап жұлдызшаға келді. Сосын еріп кетеді. Келесі күні жұлдыздың үстінде Элизабеттің есімінен басқа ештеңе қалмайды. Достар, осымен кино аяқталды. Егер де ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібере алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Кино туралы қандай ойдасыз? Комментке жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.